Ассалаумағалейкум алашелі, назарларыңызда біз білмеген бағдарламасы. Және оның жүргізушілері аш ақиқаттың анығын айтып жүрген жігіт Жан Ахмадиев. Сұлулығымен сыр ашатын, ақиқатты ұнататын қыздарыңыз Жанерке Елшин. Бүгінгі сұхбатта біз білетін 91 тобының сіз білмейтін сырларын сарапқа салатын боламыз. Жалпы Жәке, 91 тобы жайлы не білесің? Білгенде естіп жатырмын Жәке. Сен айтып отырған жаңағы 91 тобы бұл Орда тобының құрған кішігірім ордасы. Соңғы кездері көпшіліктің кері пікірін алып жүрген топтардың бірі десек болады. Жалпы айта берсең кете береді. Оданша әңгімені көп созбай, сол жігіттердің өздерін сұхбатқа тартсақ қалай қарайсың? Ендеше бастайық. Өнерге келісімен ашылғаннан көрі ашуға көбіліккен 91 тобына деген көзқарас бүгінде сан саққа бөлінді. Бірі аталмыш ұйымды қараласа, енді бірі даралап жатыр. Талай бойжеткеннің бойын билеп, ойын жаулаған жігіттер біз білмеген бағдарламасының тұсауын кеспек. Ал енді ассалаумағалейкум жігіттер, біз білмеген бағдарламасына қош келдіңдер. Ат айтып тұрғандай біздің бағдарламамыздың бағыты да өзгерек. Сол себепті бүгінгі сұхбат бұрынғыдан өзгеше болады. Соңғы кездері өздеріңді білесіңдер, сендерді қатты сынап та жатыр, біреулер намыстан жылап та жатыр. Былайша айтқанда, енді біздің түсінгеніміз бойынша сендердің образдарыңда жалпы қазақ менталитеті қабылдай алмай жатқан сияқты. Осы жайлы ойларыңмен бөліссеңдер. Негізінен, ол нәрсені біз білеміз, қазақ менталитеті бізді аса қатты қабылдай алмай жатқанын, сосын жалпы біз ол нәрсеге дайын болғанбыз. Негізі біз құрылмас бұрын, 2 жыл бұрын жиналған болатынбыз. Топ шықпай жатып, дебют алмай жатып, біз 2 жыл бұрын осы нәрсеге дайындалдық. Психологиялық тұрғыдан болсын, қай жағынан болсын біз дайын болғанбыз, ол нәрселердің бәрін естуге, көруге, біздің тарапқа деген сөздердің бәріне дайын болдық. Ал не үшін қабылдай алмай жатыр десеңіздер, ол мен ойымша бұндай образға әлі дайын емес сияқты. Дайын емес болғанда қалай? Көз үйренбеген әлі. Осы өнерде келе жатқан ағаларың Ринат Заитов бар, соның қасында Төреғали Төреәлі сынды ағаларың сендер жайлы көп дау-дамай жасап жатыр. Тіптен де жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой, сендерді шайтанға теңеді. Тіпті біреу айтты, жаңа бұтына шығып қойған бала сияқты дейді. Жалпы енді біздің бағдарламада соған жауап қатсаңдар осы жерде сол қазан жаба салсақ қалай ойлайсыңдар өздері? Толықтай қабылдаймыз ондай ойларды, себебі әр адамның өз пікірі бар. Біз демократиялық елде тұрғандықтан әр адам өз ойын айтуға құқылы. Бұрын ол кісілермен таныс бердіңіздер, өнерлерін білетін бедіңіз, ән тыңдайтын бедіңіздер? Негізінен әрине таныспыз, ол кісілерді білеміз, айтыскер ақын ретінде әрине сыйлаймыз. Қазірге дейін сыйлаймыз. Ол айтқан сөзіне қарап біз ешқандай ренжіп бүйтіп сырттай жаман айтып жүрмейміз. Мен байқағам, сендердің шетелде де жаңағы жанкүйер дейді, орысша фанат дейді ғой. Фанаттардың көп екен. Жалпы енді десек те біздегі отандық әншілердің, эстрадада жүрген әншілердің тікелей табыс көзі ол той. Ал сендер қалай қазіргі таңда табыс табасыңдар? Біздің табыс көзі қазіргіде ол альбом. Біз альбом сатумен айналысамыз, жаңағы өзіміздің бренд, фан митинг, фан сайн. Ол нәрселердің өзі де тұңғыш рет болып отыр негізі бізде. Яғни ресми тұрғыда кәдімгідей альбом сатып, фан сайн митингтер жасап, сол арқылы ақша табу деген нәрселер. Тойға әрине біз қарсы емеспіз. Шақырып жатса, неге бармасыз? Шақыру, формат емеспіз да, Сонымен қатар енді жігіттер жалпы енді бағанадан бері айтып жатырмын, Қазақстанда тұрып жатырмыз, қазақи менталитет деп. Жалпы осы топқа келер алдында және қазірде мысалға әр адамның енді ата-анасы бар ғой. Олар енді кішкене үлкендеу адамдар, мүмкін түсінбеушілікпен қарау мүмкін. Жалпы олар қандай пікірде болды және қазір қандай пікірде? Мүмкін жаңа продюсерлердің Ерболаттың өзі барып солардан рұқсат сұрады ма? Сондай қандай оқиғалар болды, айтып берсеңдер. Біз топ дебют алмай жатып 2 жыл бойы дайындалдық дедік қой. Сол 2 жыл дайындықтың ішінде ата-аналармен сөйлесу де болды, оларды дайындау да болды. Яғни Ерболат ағаның өзі сол кісілерді шақырып, өзі де барып, кәдімгідей бетпе-бет сөйлесіп, бәрін түсіндіріп, алдын ала айтқан болатын. Осындай кейіпте болады балаларың деп. Осындай сындар айтылады оларға деп. Сіздер дайын болыңыздар деген сияқты. Біздің ата-аналарымыз ондайға қатты қарсы болған жоқ, бірден келісті. Себебі болашақта не күтетінін бәрін түсіндірді деген сияқты нәрсе. Бір жағынан өзіміз де ол нәрсені қаладық. Өстіп дебют алуды, шығуды. Ол ата-анаға жеке өзім ата-анама түсіндіру қиын болған жоқ. Оны айттым, міне мама, папа, мен әртіспін ғой. Білесіздер, мен кішкентай кезден өлең айтып келемін.
сахнаға әртүрлі шығып жүрміз, киініп, иә, әртүрлі спектакльда ойнап, сол кездер көретін, әртіс деген сондай болу керек. Мен әртүрлі шығам, образдар көп болады, ауыса береді. Сондықтан мама айтам, міне мынандай міне образ болады. Сіздер бұған қарамаңыздар. Сыртта туыстар айтады көп әңгіме. Сіздер ештеңе ойламаңыздар. Басты бәрі жақсы болады. Сіздерге білесіздер ғой, план қандай, болашақта сіздермен сөйлесті. Міне қарсылық білдірген жоқ, қолдап келді. Жаңа айттыңыздар, образдарыңыз деп ол міндетті түрде құлақ тесу керек па? Сол образдың ішіне кіре ме? Барлығыңыздың құлақтарыңыз тесілген бе? Мысалы, менде құлағым тесілмеген. Бұл мен міндетті түрде тесуім деген емес. Мысалға, әр адам өз сахнаға қараған кезде, әртіс ретінде көрген кезде мен мысалға өзіме сырға жараспайды деп сездім да. Сосын мен оған тескен жоқпын. Мысалға, жарасуына байланысты, үйлестіруін менің ішкі дүниемде характеріме байланысты мен кішкене бір өзіне өзгешелеу болады ғой. Мысалға мен шашты боядым, бірақ та маған құлақ тескен мысалға жараспайтын сияқты болғандықтан мен енді ол жағын ойластырдым тағы. Бұл жерде тағы да субмәдениеттің мәселесі, иә. Субмәдениет не үшін біз жаңағы біздің продюсер Кореяға барып кісілермен ақылдасып, солардың жүйесін Қазақстанға алып келіп жатты. Себебі ол кей-поп деген кең ауқымда таралып кеткен нәрсе. Әлем бойынша 10 жылдың ішінде. 10 жылдың ішінде. Оның жанында хип-хап бар нәрсе, хип-хап, рэп индустрия болсын, қайсы болсын. Қанша жылдар бойы соның өзінде Қазақстанда қаттанмаған, негізі. Ал кей-поп болса шыққаны 10 жыл болды, кей-поперлар қазір хип-хоперлардан көп. Сол сияқты әрбір хип-хоптың мысалы тасып жүрген адамы, немесе рок мәдениеті болсын, сол субмәдениеттердің біреуін тасып жүрген адам болса да, сол субмәдениетке сай киініп жүру керек. Сай. Яғни жаңағы хип-хопта жүрген адамдар кең киінеді. Не үшін кең киінеді? Балахон киеді, жаңағы бейсболкаларын қайырып алады, түсіріп алады. Ол деген, ол не үшін? Себебі хип-хоп агрессия заманында туылған. Кең киімдер киетін не үшін? Себебі о жерге әртүрлі заттар тығуға болатын болған. Жаңағы мынаны тығып алатын не үшін? Себебі көздері көрінбейді. Олар әлемнен жабық болатын. Жаңағы дәл сол сияқты, дәл сол сияқты осы пап индустрияда, пап субмәдениетінде, жаңағы кей-пап болсын, қайсы болсын, біздің кью-попта да дәл солай. Яғни ерекше көріну, жарқын болу деген. Яғни мен ішкі дүниемде не жатыр, мен соны сыртқа көрсете аламын. Яғни менен қорқып керек жоқ, мен ештеңке тығып отырған жоқпын іште. Барлығы ашық. Барлығы ашық. Сол сияқты мен шашымды бояйым, мен сырғам бар. Мен киімім осындай. Менен не күтуге болатын, мен сыртынан қарап тұрған адам біле алады. Сол сияқты. Өнерге қатысы жоқ. Сендердің мысалы фанаттарың, жаңа айтқан жанкүйерлерің, иглстарың, осылай сіздерге ұқсағыңыз келеді деп, мысалы образдарын өзгертіп, сіздерге жіберіп, сөйтіп жатқан кездер бола ма? Әзірге ондай болған жоқ, әрине. Өзгертіп жатырмын, құлағым тесілді деген жоқ па? Шашын бояттым. Бірақ егер де былай алатын болсақ, мысалы, былай алатын болсақ, мысалы, біз шықпай жатып та, бұл жаңа нәрсе емес қой. Не болса да, пап индустрия баяғыдан бар нәрсе, ол ешкім мына жерде жаңадан велосипед ойлап тауып жатқан жоқ та. Бұл жаңадан біз тек қана соны бірінші болып өзіміз иемденіп, соны халыққа таратушы ретінде ғана шығып жатырмыз. Яғни біз шықпасақ та, жаңағы жастар дәл сол интернеттен басқа біреуді қызығып көретін болса, дәл солай киінетін болады. Мен өзім де сондай болған. Әдебиет оқисыңдар ма, қазақ әдебиетін? Уақыт бола ма? Көп болды. Жай ғана Абай жолын оқығансыңдар ма? Бастап мектепте оқыған кезінде әдебиеттен бастап Абай оқу дегенде басында бірінші томын оқып, екінші томына мен былайша айтқан кезде адам күшім жетпейді екен. Ол үшін кішкене біраз өмір сүріп барып кішкене оқымаса, андай ауыр кітап екен. Ақындардан мен Мұқағали Мақатаевты өте қатты жақсы көріп кезінде оқығам. Қандай поэмалар бар? Пәк қыз деген. Саған жақын бол. Жоқ, мен просто қалай айтсам болады, яғни Суретін қарап. Суретін қараман, жай ғана бүйтіп оқып, Қандай өлеңдерін оқыдың? Есіңде қалған? Сол есімде қалған пәк қыз. Үш бақытын білмейсің ба? Үш бақыттың Енді Жалпы енді қыздар жағына қызық шығар мүмкін. Қандай қыздар? Жалпылама бір сұрақ қойсам, білгісі келіп отыр негізі сұрақ. Негізі былай қарап тұрсаң, әрбір адам бірінші адамға ғашық боларынан түріне қарайды. Әдемі қызға қарайды. Қазақстанда әдемі қыз жоқ сияқты. Маған ұнайтын қыздар ол қалай айтсам,
күн кәдімгі барлық қыздар емес сияқты да. Ойлау қабілеті кішкене неформальный. Басқаша ойлайтындар болады, бір космос қыздар болады, ғарыш қыздар болады. Қияли. Мынандай қылып жүретін қыздар Қияли болады. қыздар. іш пыстырмайтын. Ең бастысы андай не болса, ең бастысы творчествоға жақын болса деп. Жалпы жаңа айтып жатырмын ғой, қыздар туралы көптеген әңгімелер кетіп жатыр, көріп жүрміз, біліп жүрміз. Қазір қоғамда қыз мінезді жігіттер қаптап кетті. Соның ішінде қыз текелер дейміз ғой. Яғни былайша айтқан кезде мен өзім оларды айтамын, қатын тектес, жігіт сымақтар деймін. Сондай жігіттерге көзқарастарың қандай? Енді қандай болушы еді? Кәдімгідей әрбір адамдық сияқты. Бірақ та жаңағы айта кеткендей, біз толерантты елде өмір сүреміз ғой, яғни демократиялық елде. Енді не болмайды адаммен деген сияқты нәрседе. Оларды бүйтіп түсініп қараймыз деген сияқты әңгіме емес. Мәселе олардың өз әлемдері бар, өздерінің құқықтары бар деген сияқты нәрсе. Сол себепті оларға нейтралды қараймыз. Көбісі жаңағыдай біздің кейіпке қарап, сондай нәрсені насихаттайсыңдар деген сияқты әңгіме айтады. Жоқ, негізі олай емес. Рахмет, жігіттер. Енді жалпы көрерменге айтарларың бар ма? Окей, сәлем. Біз білмеген бағдарламасында қазір 91 тобы сіздермен бірге. Және де бүгінгі айтылған әңгімеміздің бәрі қызықты болды деп үміттенеміз. Тыңдайсыздар деп үміттенеміз. Сіз жақын білдіңіздер деп үміттенеміз. Бізді сіз білмеген жақтан білдіңіз деп үміттенеміз. Мүмкін әлі бір жарыққа шықпаған әннен бір үзінді айта аласың ба? Бір шумағын ғана. Тап, келеміздерлі де тап, хип-хаптан, сен тап, сөздерімнің мәні кептір, бітір бәріне каптан. Сен сақтан, бұл шақтан мен болашаққа жолашам. Ман, кет таптайм, қазірден бастап бұл кет топтайм болып жатқан. Мен тоқтай, жұмыс сұмайды, bad will go fight. Қолда бірді майк, мен қайтпайым, толық айтпай. Тек жіберем сені шайқай, бұл қайықтан. Саналарға домалаған сөздерді оқпасам, көзге отпасам. Сені мен бірге өзге отпасы, нөсір фотосы. Рэпті келмейді менде, енді көтереміз. Бізге дейін шоу бізде болмады денге. Биттани қастар, туат, терен флоу керемет ал. Қуат мен тек келен бері елендері бері лау. Құлақ тұр. Келгелі мен керен деген адамдарың есте бері бара нақты. Талғамын дарылады, барылады, алмаған басқалардың көрілмаған заңтың. Келе, неге сендер керек емес, десінде мен көбейтіле бересіңдер, терен берем, кеңесімді белесіңді, келесіңді, келесіңді қалдыр. Тоқтамай көздеген бағыттан, біз алда басқалар ауыттан. Жіберген тоқым бір қалыпта, терең әсер берді халыққа. Кем дегенде төменеме көтерілем, төңгірінде күн келген өнеріңе төтіперем көтеріңдер қолды. Жер толды, бұл толқынға толықтай. Ал енді жігіттер, рахмет. Жалпы достар, бүгін біз сіздер үшін 91 тобы туралы жалпы ащы ақиқатты аштық деген үміттеміз. Байқадық, білдік, түсіндік, бөлістік. Біздің мақсатымыз алдарыңызда отырған 91 тобының барлық ақиқатын ашу, ал олар жайлы ой түйу көрермен әрине сіздің еншіңізде. Қазақпыз ғой, қазақ болсақ, қазақтықты сақтайық, ал қазағым шын өнерлі әншілерді мақтайық. Ал Жанерке көрерменнің ақ үмітін ақтайық. Біз білмеген басталғанда босқа қарап жатпайық. Эфирде болған ащы ақиқаттың анығын айтып жүрген жігіт Жан Ахмадиев. Және сұлулығымен сыр ашатын, ақиқатты ұнататын Жанерке Елшін қыздарыңыз. Кездескенше күн жақсы. Ассалаумағалейкум, алашелі. Назарларыңызда біз білмеген бағдарламасы. Және оның жүргізушілері ащы ақиқаттың анығын айтып жүрген жігіт Жан Ахмадиев. Сұлулығымен сыр ашатын, ақиқатты ұнататын қыздарыңыз Жанерке Елшін. Бүгінгі сұхбатта біз білетін 91 тобының сіз білмейтін сырларын сарапқа салатын боламыз. Жалпы Жәке, 91 тобы жайлы не білесің? Білгенде естіп жатырмын, Жәке. Сен айтып отырған жаңағы 91 тобы бұл Орда тобының құрған кішігірім ордасы. Соңғы кездері көпшіліктің кері пікірін алып жүрген топтардың бірі десек болады. Жалпы айта берсең кете береді. Оданша әңгімені көп созбай, сол жігіттердің өздерін сұхбатқа тартсақ қалай қарайсың? Ендеше бастайық.
Өнерге келісімен ашылғаннан көрі ашуға көбіліккен 91 тобына деген көзқарас бүгінде сан саққа бөлінді. Бірі аталмыш ұйымды қараласа, енді бірі даралап жатыр. Талай бойжеткеннің бойын билеп, ойын жаулаған жігіттер біз білмеген бағдарламасының тұсауын кеспек. Ал енді ассалаумағалейкум жігіттер, біз білмеген бағдарламасына қош келдіңдер. Аты айтып тұрғандай, біздің бағдарламамыздың бағыты да өзгерек. Сол себепте бүгінгі сұхбат бұрынғыдан өзгеше болады. Соңғы кездері өздеріңді білесіңдер, сендерді қатты сынап та жатыр, біреулер намыстан жылап та жатыр. Былайша айтқанда, енді біздің түсінгеніміз бойынша сендердің образдарыңда жалпы қазақ менталитеті қабылдай алмай жатқан сияқты. Осы жайлы ойларыңмен бөліссеңдер. Негізінен, ол нәрсені біз білеміз, қазақ менталитеті бізді аса қатты қабылдай алмай жатқанын, сосын жалпы біз ол нәрсеге дайын болғанбыз. Негізі біз құрылмас бұрын, 2 жыл бұрын жиналған болатынбыз. Топ шықпай жатып, дебют алмай жатып, біз 2 жыл бұрын осы нәрсеге дайындалдық. Психологиялық тұрғыдан болсын, қай жағынан болсын біз дайын болғанбыз, ол нәрселердің бәрін естуге, көруге, біздің тарапқа деген сөздердің бәріне дайын болдық. Ал не үшін қабылдай алмай жатыр десеңіздер, ол мен ойымша бұндай образға әлі дайын емес сияқты. Дайын емес болғанда қалай? Көз үйренбеген әлі. Осы өнерде келе жатқан ағаларың Ринат Заитов бар. Бастап абай оқу дегенде басында 1-ші томын оқып, 2-ші томына мен былайша айтқан кезде адам күшім жетпейді екен. Ол үшін кішкене біраз өмір сүріп барып кішкене оқымаса, андай ауыр кітап екен. Ақындардан мен Мұқағали Мақатаевты өте қатты жақсы көріп кезінде оқығам. Қандай поэмалар бар? Пәк қыз деген. Саған жақын бол. Жоқ, мен просто қалай айтсам болады, яғни Суретін қарап. Суретін қараман, жай ғана бүйтіп оқып, Қандай өлеңдерін оқыдың? Есіңде қалған? Сол есімде қалған пәк қыз. Үш бақытын білмейсің ба? Үш бақыттың Мен Жалпы енді қыздар жағына қызық шығар мүмкін. Қандай қыздар? Жалпылама бір сұрақ қойсам, білгісі келіп отыр негізі бір сұрақ. Негізі былай қарап тұрсаң, әрбір адам бірінші адамға ғашық боларынан түріне қарайды. Әдемі қызға қарайды. Қазақстанда әдемі қыз жоқ сияқты. Маған ұнайтын қыздар ол қалай айтсам, кәдімгі барлық қыздар емес сияқты да. Ойлау қабілет кішкене неформальный. Басқаша ойлайтындар болады, бір космос қыздар болады, ғарыш қыздар болады. Қияли. Мынандай қылып жүретін қыздар Қияли болады. қыздар. Іш пыстырмайды. Ең бастысы андай, не болса, ең бастысы творчествоға жақын болса деп. Жалпы жаңа айтып жатырмын ғой, қыздар туралы көптеген әңгімелер кетіп жатыр, көріп жүрміз, біліп жүрміз. Қазір қоғамда қыз мінезді жігіттер қаптап кетті. Соның ішінде қыз текелер дейміз ғой. Яғни былайша айтқан кезде мен өзім оларды айтамын, қатын тектес жігіт сымақтар деймін. Сондай жігіттерге көзқарастарың қандай? Енді қандай болушы еді? Кәдімгідей әрбір адамдық сияқты. Бірақ та жаңағы айта кеткендей, біз толерантты елде өмір сүреміз ғой, яғни демократиялық елде. Енді не болмайды адаммен деген сияқты нәрсе де. Оларды бүйтіп түсініп қараймыз деген сияқты әңгіме емес. Мәселе олардың өз әлемдері бар, өздерінің құқықтары бар деген сияқты нәрсе. Сол себепті оларға нейтралды қараймыз. Осындай кейіпте болады балаларың деп. Осындай сындар айтылады оларға деп. Сіздер дайын болыңыздар деген сияқты. Біздің ата-аналарымыз ондайға қатты қарсы болған жоқ, бірден келісті. Себебі болашақта не күтетінін бәрін түсіндірді деген сияқты нәрсе. Бір жағынан өзіміз де ол нәрсені қаладық, өстіп дебют алуды, шығуды. Ол ата-анаға жеке өзім ата-анама түсіндіру қиын болған жоқ. Ол айттым, міне мама, папа, мен әртіспін ғой. Білесіздер, мен кішкентай кезден өлең айтып келемін. Сахнаға әртүрлі шығып жүрміз, киініп, әртүрлі спектакльда ойнап, өздері көреді, әртіс деген сондай болу керек. Мен әртүрлі шығам, образдар көп болады, ауыса береді. Сондықтан мама айтам, міне мынандай образ болады. Сіздер бұған қарамаңыздар. Сыртта туыстар айтады көп әңгіме. Сіздер ештеңе ойламаңыздар. Басты бәрі жақсы болады. Сіздерге білесіздер ғой, план қандай, болашақта сіздермен сөйлесті. Міне қарсылық білдірген жоқ, қолдап кетті. Жаңа айттыңыздар, образдарыңызде бұл міндетті түрде құлақ тесу керек па? Сол образдың ішіне кіре ме? Бәріңіздің құлақтарыңыз тесілген бе? Мысалы, менде құлағым тесілмеген. Бұл мен міндетті түрде тесуім деген емес. Мысалға,
әр адам өз сахнаға қараған кезде, әртіс ретінде көрген кезде мен мысалға өзіме сыра жараспайды деп сездім да. Сосын мен оған сескен жоқпын. Мысалға жарасуына байланысты, үйлестіру менің ішкі дүниемде, характеріме байланысты мен кішкене бір өзіне өзгешелеу болады ғой. Мысалға мен шашты боядым, бірақ та маған құлақ тескен мысалға жараспайтын сияқты болғандықтан мен енді ол жағын ойластырдым тағы. Бұл жерде тағы да субмәдениеттің мәселесі, субмәдениет не үшін біз жаңағы біздің продюсер Кореяға барып кісілермен ақылдасып солардың жүйесін Қазақстанға алып келіп жатты. Себебі ол кей-поп деген кең ауқымда таралып кеткен нәрсе. Әлем бойынша 10 жылдың ішінде. 10 жылдың ішінде. Оның жанында хип-хап бар нәрсе, хип-хап, рэп индустрия болсын, қайсы болсын. Қанша жылдар бойы соның өзінде Қазақстанда қаттанмаған негізі. Ал кей-поп болса шыққаны 10 жыл болды, кей-поперлар қазір хип-хоперлардан көп. Сол сияқты әрбір хип-хоптың мысалы тасып жүрген адамы, немесе рок мәдениеті болсын, сол субмәдениеттердің біреуін тасып жүрген адам болса да, сол субмәдениетке сай киініп жүру керек. Сай. Яғни жаңағы хип-хопта жүрген адамдар кең киінеді. Не үшін кең киінеді? Балахон киеді, жаңағы бейсболкаларын қайырып алады, түсіріп алады. Ол деген, ол не үшін? Себебі хип-хоп агрессия заманында туылған. Кең киімдер киетін не үшін? Себебі о жерге әртүрлі заттар тығуға болатын болған. Жаңағы нан тығып алатын не үшін? Себебі көздері көрінбейді. Олар әлемнен жабық болатын. Жаңағы дәл сол сияқты, дәл сол сияқты осы пап индустрияда, пап субмәдениетінде, жаңағы кей-пап болсын, қайсы болсын, біздің кью-попта да дәл солай. Яғни ерекше көріну, жарқын болу деген. Яғни мен ішкі дүниемде не жатыр, мен соны сыртқа көрсете аламын. Яғни менен қорқып керек жоқ, мен ештеңке тығып отырған жоқпын іште. Барлығы ашық. Барлығы ашық. Сол сияқты мен шашымды бояйым, менен сырғам бар. Менің киімім осындай. Менен не күтуге болатынын мен сыртынан қарап тұрған адам біле алады. Сол сияқты. Өнерге қатысы жоқ. Сендердің мысалы фанаттарың, жаңағы айтқан жанкүйерлерің, иглстарың, осылай сіздерге ұқсағыңыз келеді деп, мысалы образдарын өзгертіп, сіздерге жіберіп, сөйтіп жатқан кездер бола ма? Әзірге ондай болған жоқ, әрине. Өзгертіп жатырмын, құлағым тесіп деген жоқ. Шашын бояттым. Бірақ егер де былай алатын болсақ, мысалы, былай алатын болсақ, мысалы, біз шықпай жатып та, бұл жаңа нәрсе емес қой. Не болса да, пап индустрия баяғыдан бар нәрсе, ол ешкім мына жерде жаңадан велосипед ойлап тауып жатқан жоқ та. Бұл жаңадан біз тек қана соны бірінші болып өзіміз иемденіп, соны халыққа таратушы ретінде ғана шығып жатырмыз. Яғни біз шықпасақ та, жаңағы жастар дәл сол интернеттен басқа біреуді қызығып көретін болса, дәл солай киінетін болады. Мен өзім де сондай болған. Әдебиет оқисыңдар ма, қазақ әдебиетін? Уақыт бола ма? Көп болды. Жай ғана абай жолын оқығансыңдар ма? Бастап мектепте оқыған кезінде әдебиеттен соның қасында Төреғали, Төреәлі сынды ағаларың сендер жайлы көп дау-дамай жасап жатыр. Тіптен де жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Сендер шайтанға тең еді. Тіпті біреу айтты, жаңа бұтына шығып қойған бала сияқты дейді. Жалпы енді біздің бағдарламада соған жауап қатсаңдар осы жерде, сол қазан жаба салсақ қалай ойлайсыңдар өзіңдер? Толықтай қабылдаймыз ондай ойларды, себебі әр адамның өз пікірі бар. Біз демократиялық елде тұрғандықтан әр адам өз ойын айтуға құқылы. Бұрын ол кісілермен таныс бердіңіздер, өнерлерін білетін бедіңіздер, ән тыңдайтын бедіңіздер? Негізінен әрине таныспыз, ол кісілерді білеміз, айтыскер ақын ретінде әрине сыйлаймыз. Қазірге дейін сыйлаймыз. Ол айтқан сөзіне қарап біз ешқандай ренжіп бүйтіп сырттай жаман айтып жүрмейміз. Мен байқағам, сендердің шетелде де жаңағы жанкүйер дейді, орысша фанат дейді ғой. Фанаттарың көп екен. Жалпы енді десек те біздегі отандық әншілердің, эстрадада жүрген әншілердің тікелей табыс көзі ол той. Ал сендер қалай қазіргі таңда табыс табасыңдар? Біздің табыс көзі қазіргіде ол альбом. Біз альбом сатумен айналысамыз. Жаңағы өзіміздің бренд, фан митинг, фан сайн. Ол нәрселердің өзі де тұңғыш рет болып отыр негізі бізде. Яғни ресми тұрғыда кәдімгідей альбом сатып, фан сайн митингтер жасап, сол арқылы ақша табу деген нәрселер. Тойға әрине біз қарсы емеспіз. Шақырып жатса, неге бармасыз? Шақыру, формат емеспіз да, Сонымен қатар енді жігіттер жалпы енді бағанадан бері айтып жатыр, Қазақстанда тұрып жатырмыз, қазақи менталитет деп. Жалпы осы топқа келер алдында және қазірде мысалға әр адамның енді ата-анасы бар ғой. Олар енді
кішкене үлкендеу адамдар, мүмкін түсінбеушілікпен қарау мүмкін. Жалпы олар қандай пікірде болды және қазір қандай пікірде? Мүмкін жаңа продюсерлердің Ерболаттың өзі барып солардан рұқсат сұрады ма? Сондай қандай оқиғалар болды, айтып берсеңдер. Біз топ дебют алмай жатып 2 жыл бойы дайындалдық дедік қой. Сол 2 жыл дайындықтың ішінде ата-аналармен сөйлесу де болды. Оларды дайындау да болды. Яғни Ерболат ағаның өзі сол кісілерді шақырып, өзі де барып, кәдімгідей бетпе-бет сөйлесіп, бәрін түсіндіріп, алдын ала айтқан болатын.